Махаббат хаты. Анда-санда ағаштың басына шығып, тексеріп, қарап қоям. Хат жатыр. Қара торғайлар біреудің хатына бізге ұқсап тиіспейді. Күндер өтіп жатты. Хатты алған соң Қазбек біздің үйге тағы да келе бастады. Орта бойлы, әдемі сұрша жігіт, киімді қатып киінеді. Аяғында анадай жалтыраған жеңіл хром етік, галифе шалбар, сырт жейде, белінде қып-қызыл жалпақ қайыс белбеу. Басында жейдесі түстес қоңыр фуражка. Қолымнан келсе, мен де дәл Қазбекше киінер едім. Әлгі аталған киімдер Қазбекке ғажап жарасады. Әрі қыры түспеген жаңа, әрі тап-таза. Бір түйір шаң тозаң оның үстіне жуымайды. Қашан көрсең, өзі де, киімі де тап-таза, жаңа шыққандай жарқырап, сәуле шашып тұрады. Келіншек, амансың ба? Сатылғаннан хат бар ма? Қашан келем дейді? Қазбек жайдан жай келмейді біздің үйге. Алматыда оқып жатқан жолдасының, менің ағамның амандығын білуге келеді. Оны көргенде Күлімбала жеңгемнің көзі жайнап кетті. Үйдегі арқалы жалғыз орындықтың үстін орамалмен бипаздап сүртіп, Қазбекке ұсынады. Кел отыр. Қазбек жайлап отырып жайғасты. Оның қимыл қозғалысының бәрі де, киім киісі де әрі тап-таза, әрі сыпайы әсем. Сатылған жоқ болса, бірде-бірің жоламайсыңдар. Келіп, амандық білуге де жарамайсыңдар, деді Күлімбала. Қазбекке кінә тағып, бүріп алғандай болды. Қазбек сөз таба біледі. Байы жоқ қатынның үйінде не бар? Бір күні болмаса, бір күні өсекке қаларсың. Қорқады екенсің ғой? Бұл қорқу емес, бұл сақ болу. Ішімнен зығырым қайнап отырмын. Екі сайқалданыңдар. Мені ештеңе білмейді деп ойлайсыңдар ғой. Күліңдер, әзірше, жетісесіңдер. Күлкілерің қашанға барар екен? Сарғайып күткен күнде жетті. Оқудан ағам келді. Күлімбала шай қойып, жан таппай жүр. Күйеуін күткен, екі көзі төрт болып, зарыққан адам тәрізді болып жүр ғой шіркін. Ағамен амандасуға жолдас жоралары келді. Ішінде Қазбек те бар. Ол Күлімбалаға қарап, қалжың айта келді. Келіншек, күйеуің кеп, көзайым болып жатырсың ба? Алдын ала бізді шақырып, тоқым қағар жасасан ғой. Сатылған бұдан да ертерек келетін еді. Қазбек қалжыңды мәнерлеп, өлшеп айтуға тырысады. Ішінде не Күлімбаланың, не оның күйеуінің көңіліне келетін ебедейсіз артық сөз кетіп қалмауын қатты қадағалайды. Әлде кімдерге ұқсап, жолдасының әйеліне өзінің әйеліндей тұрпайлап жатуды білмейді. Жуастан жуан шағадының нақ өзі. Мен ағам келген бетте ақ, долананың басында жатқан, анадан бері көзімнің қарашығындай сақтап жүрген хатты алдым да қалтама салып қойдым. Енді ретін тауып соны ағама табыс еткеннен басқа менде ойда, мақсатта жоқ. Бұл күні хатты берудің ыңғайын таба алмадым. Ертесі болды. Таңғы шай ішілді. Ағам қызметіне баруға асығып, үйден шығып кетті. Сәл аялдап, соңынан мен де шықтым. Ағамның артынан жүгіріп келем. Қуып жеттім. Түк айтпастан хатты қолына ұстата салдым. Бұл не дегендей, ағам сол арада тұрып оқи бастады да, өңі бұзылып кетті. Түскі үзіліске ол қасына бірнеше адам ертіп келді. Ішінде ауылдық советтің председателі бар.
көбінесе бір тоға жүретін, сабыр сақтай білетін, сатылғанның түрі өрт сөндіргендей түтігіп қарайып кеткен. Ол Күлімбаламен ажыраспақ боп, қасындағы кісілерді куәлікке ертіп келген екен. Сот арқылы ажырасу ол кезде жоқ. Күлімбала тек қос қолдап, бетін басып, жылағаннан басқа еш нәрсе істеген жоқ. Үйдегі бар зат екіге бөлініп, екі жаққа ажырасып кетті. Каналым ұнаса, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар.